Сәлем баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Осы тегін мастер-класста сіздерге әдемі, осындай күрделі, жай мақпалдан құрайтын құрақты үйрететін боламын. Ол құрақты құрау үшін 6-6 сантиметр болатын құрақ көзін аламыз. Сосын жай мақпалдың екі түрінен 4 сантиметрлік мата жолақтары қажет болады. Мен қызыл және жасыл цветтерін алдым. Жай мақпал болғандықтан бұларды міндетті түрде астарлап құраймыз. Астарлыққа 20-20 сантиметр бөз керек болады. Сіздер жаңағы қалаған түсті өздеріңіз таңдай аласыздар. Назарларыңызды осы құраққа салып отырыңыздар. Бұл құрақтың тігілуі өте күрделі, есептеп шығаратын өзгеше әдемі құрақ түрі болады. Келесі тегін мастер-класстарды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаларды басып, сақтап алыңыздар. Ал құрап бастаймыз құрақты. Міне, бөздің ортасын тауып алдым. Міне. Енді осыған мына 6-6 сантиметр құрақ көзін бекітіп, бұлай тігіп шығамыз. Міне ортасын құрақ көзін тігіп шықты. Енді жасыл матасыны мына жерге бұлай тігеміз. Ол үшін осыны бұлай қоямыз. Міндетті түрде құрақтың басында және аяғында закрепка береміз. Екінші бұлай тігеміз. Енді қызыл мата жолағын мына жеріне бұлай тігеміз. Бұны тіккенде өте ұқыпты тігіңіздер. Бұл өте жұмсақ. Не жайлап шығып келе жатыр. Осыдан кейін біздер мынадай қызыл мата жолағына мынадай сары бізге керек болады. Мынаны бүйтіп ұстаймыз да, мынаны былай тігіп аламыз. Сіздерге міндетті түрде құрақ құрағанда мындай қайшы және жіп қиятын мындай қайшы керек болады. Енді мынаны тігеміз. Мынаны мына жерге бұлай тігеміз. Міне, бір шаршысы шықты. Енді екіншісін мына жерде бұлай жасыл тігеміз. Жасыл мата жолағын алып қайтадан тігеміз.
Құрақтың басында, аяғында закрепка береміз міндетті түрде. Тағы былай, екінші былай жасыл тігеміз. Міне жасыл тігілді. Енді қайтадан қызылды тігеміз бері қарай. Міне қызыл мата жолағымыз. Міне шығып келе жатыр. Енді қайтадан жаңағы қызыл жолағымызға қайтадан түйіп қойған сары кішкене төртбұрышымызды тігіп аламыз. Былай тігіп аламыз. Міне тігілді. Енді бұны мына жерге тігеміз. Міне сіздер көріп тұрсыздар, әдемі өзгеше құрақтың тігіліп келе жатыр. Мына жерге төртбұрышты мына сары түсіп былай тігіліп жатыр. Енді тағы да мына жерге былай жасылды тігеміз, былай жасылды тігеміз. Міне әдемі құрақтың түрі шығып келе жатыр. Енді жасылды тігеміз. Сіздер бұл құрақты мән беріп үйреніп алсаңыздар, өздеріңіз де тіге аласыздар. Міне жасыл шықты. Әдемі болып шығып келе жатыр. Енді бұлай қызылды тігеміз.
Міне шығып келе жатыр. Енді мынадай қызылға қайтадан сарыны қоямыз да қайтадан тігеміз. Осылай тігіп аламыз. Міне арты міне мынадай болып шықты. Алды мынадай болып шықты. Енді бұл құрақты қалай құрастыру жөніндегін көрсететін болам қазір. Міне мен де осындай қылып тігіп қойдым. Мына жерін тіккен жағдайда мына ортасын есептеп шығарып отырып шығарасыздар. Енді мынаны бер жағын мынаған бүйтіп қайырып өтіп мынаған бекітеміз. Міне осылай болып шықты. Енді мына екеуін бекітеміз. Бұны осылай бекітеміз бір-біріне. Міне осылай бекітеміз. Міне мынау былай шықты, мынау былай шықты. Енді мына сарыға мына жерін келтіріп отырып, мына нені құрақты тігіп шығамыз. Ол үшін мынаны былай қаратамыз да тігеміз. Көп жағдайларда құрақ осындай келтірген кезде мына басынан бастап тікпейсіздер. Мына жерге келтіріп тұрып бірінші былай қарайтып, сосын барып былай қарай тігесіздер. Сол кезде ровно шығады құрақтарыңыз. Міне, мен ортасына қойдым мына сарының үстіне, енді тігіп шығам. Тігістеріңіз мықты жұқары болмасын, 1 сантиметр болсын тігістеріңіз. Сол кезде құрағыңыз да әдемі шығады. Енді қараңыз, жартысын тіктім ғой, міне. Көрдіңіздер ме? Міне тігілді. Енді міне тігеміз. Міне достар, құрағымыз дайын болды. Міне қарасаңыздар, мына жерден 1, 2, 3, мынаяқтан 3, мынаяқтан 3, мынаяқтан 3, ортасында тағы біреу шықты. Бүйтіп крес болып тұр. Бұны құрау үшін
мына ортасындағы мына бір нелеріне мән беріңіздер. Мына маталардың тігілуіне, мынаның тігілуіне мән беріңіздер. Сол кезде осындай әдемі құрақ дайын болады. Және осыны осылай есептеп шығарып тігіп алыңыздар игіліктеріңізге. Құрақ дайын.